Кейде біздің өмірімізде де болады, бауырлар. Қалай мен сенбеушілерге барып айтам, қалай ол жоғары отырған адамға айтам, қалай мен оның туыстарыма айтам, Құдайдың сөзін. Олар тыңдамайды ғой. Бірақ Құдайдың сөзі айтады, әр қашанда Құдайдың сөзін уағызда. Әр қашанда Құдайдың хабарын жеткіз. Себебі ол ізгі хабар. Ол адамдарға үміт беретін ізгі хабар. Кейде біз Мұса сияқты, мен шорқақпын ғой, батылым бармайды, мен қорқақпын ғой, басқасы барсын, анау бар ғой, мынау бар ғой, менде андай дарым жоқ, анада дарым бар, ол солар бара берсін деп, Бірақ Құдай айтады, бар, айт, қорқпа. Кейде біз өзіміздің қызметімізді Мұса сияқты бағалаймыз. Менің анау қасиетім бар, мынау қасиетім бар, өзімізге бармыз. Мен мынаны істей аламын, ананы істей алмаймын деп. Бірақ Құдай осындай тілге шорқақ болса да, сөзге шорқақ болса да, адамды өзінің ісін іске асыру үшін қолданып жатыр, бауырластар. Сондықтан, бауырлар, Құдай батасын берсін, оған қызмет етуде шаршамай, саудаласпай, өз көзімізбен емес, Құдайдың көзімен назар аударуымызға.